Сәлеметсіздер ме? Егер қызметкер екі жерде жұмыс істесе, ол 14 айлық есептік көрсеткіш шегерімін тек біреуінде өз таңдауы бойынша қолдануға құқылы. Бұл жағдайда жеке табыс салығы басқа қызметкерлердің табыстарымен бірдей қағидатта ұсталынады. Бірақ қызметкердің басқа жұмыс орны бар екенін біле отырып, 14 айлық есептік көрсеткіш шегерімін қолданбас бұрын жұмыс беруші негізгі жұмыс орны бойынша оларды қолданбайтынына көз жеткізу керек. Салық агенттігінің бұл жағдайды тексеруге тікелей міндеті жоқ, қызметкердің өзі осыны қадағалауы тиіс. Сонымен қатар, егер жалақының сомасы атқарушылықты қоса алғанда айына 25 айлық есептік көрсеткіштен бұл 2024 жылы 92.300 теңгені құрайды. Сол көрсеткіштен аспаса, қызметкер жеке табыс салығы бойынша салық салынатын базаны 90%-ке азайту құқығына ие екенін ұмытпаған жөн. Қызметкердің 14 айлық есептік көрсеткіш шегеруге құқығы жоқ болса, ал жеке табыс салығы бойынша 90% түзету құқығы бар болуы мүмкін. Келесі видеоларда біз медицинаға және сыйақыларға арналған шегерімдер туралы айтатын боламыз. Күтіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.